Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен пеште пісіруді қажет етпейтін өте нәзік, дәмді торт деп айтсақ та болады, десерт десек те, пирог десек те, яғни бананнан жасалады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен осылай кез келген печеньеларымызды алып, осылай үгітіп аламыз. Егер блендер болса, соның көмегімен тез үгітсеңіздер болады. Болмаса оқтаумен осылай істеуге де болады. Бөлме температурасындағы майымызды жақсылап ерітіп қосатын боламыз. Мынандай қамыр бірігу керек. Кез келген қалып бола береді. Мен осылай кольцоға жинайтын боламын. Сіздер де кез келген үйлеріңізде қандай бар, соны қолдана беріңіздер. Осылай бортик жасап аламыз. Ортасын кішкене шұңғыл, одан кейін барып қоюланған сүтімізді, яғни сгущенкамызды астына жағып шығатын боламыз. Міндетті түрде сгущенканы алған кезде сапасы жақсысын алыңыздар. Сонда дәмі ерекше нәзік болып шығатын болады. Суға қасықты батырып, солай жақсаңыздар болады. Астына егер жағылмай жатса, сонда тез жағылады. Одан кейін бананымызды орналастырып, қайтадан қоюланған сүтімізді бір келкі қылып жағып шығамыз. Қайтып бананымызды орналастырамыз. Енді сливки, яғни қоюланған сүт бізде 33%-тен жоғары болу керек. Сливкиді миксерлейміз, толықтай қою болғанша, міне мынандай. Енді осыны бетіне әрлеп, сәндеп жағып шығатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет, оңай, тез жасалады. Міне, бетін әсемдеуіңізге болады. Мен осылай әдемілеп какао септім. Сіздер де осылай сеуіп, әдемілеп жасаңыздар, иә. Міне мен сіздерге кесіп көрсетейін. Негізі 1-2 сағаттай тоңазытқышта тұрса керемет болады. Мен қазір свежий кезінде кесіп көрсеттім, ас болсын.